Жамбыл облысы Меркі ауданы Иван Трубицын атындағы номер 17 жалпы білім беретін мектеп-гимназиясы. География пәнінің мұғалімі Орынбаева Найзира Талғатқызы. Балалар, бүгін біз жаңа бөлімді бастағалы отырмыз. Экология және тұрақты даму. Сабағымыздың тақырыбы экожүйе құрам бөліктері. Оқу мақсаты 5-6-1-1 экожүйенің құрам бөліктерін анықтау. Сабағымыздың мақсаты экожүйе сөзіне анықтама беру. Экожүйенің компоненттерін анықтау. Экожүйенің компоненттеріне мысал келтіру. Бағалау критерийлері. Экожүйе түсінігін анықтайды. Экожүйе компоненттерін атайды. Экожүйе компоненттерін ажыратады. Балалар, суреттен біз нені байқап тұрмыз? Жақсы, жарайсыздар. Экожүйе дегеніміз не? Жақсы, олай болса сабағымызды бастайық. Экожүйе дегеніміз жансыз табиғатта белгілі бір жағдайда өмір сүріп, онымен энергия алмасуға қатысатын тірі организмдер қоғамдастығын айтамыз. Осы алмасу арқасында тіршілікке қажетті жағдайды қалыптастыруға болады. Біздің ғаламшарымыздағы кез келген экожүйенің негізі күн сәулесінің энергиясы. Орман, өсімдіктер мен жануарлар экожүйесі, су экожүйесі, адамзат экожүйесі болады. Экожүйе терминін 1935 жылы британдық ботаник Артур Тенсли ұсынған болатын. Экожүйе биоценоз бен биотоптың қосындысынан тұрады. Биоценоз экожүйенің жанды табиғат компоненттері. Биоценоз тіршілік ортасының табиғат жағдайына бейімделген өсімдік, жануар, саңырауқұлақтар мен микроорганизмдер жиынтығы. Экожүйедегі қоректік тізбек үшке бөлінеді. Продуценттер, консументтер және редуценттер. Продуценттер – олар өндірушілер, яғни оған өсімдіктер жатады. Консументтер дегеніміз тұтынушылар, өсімдік қоректілер, жануар текті қоректілер, талғамсыз тамақтанатын ағзалар жатқызуға болады. Ал редуценттер дегеніміз бұл бүлдірушілер болып табылады. Бактериялар, саңырауқұлақтар және жауын құрттарды жатқызуға болады. Биотоп дегеніміз экожүйенің жансыз табиғат компоненттері. Биотоп жер бетінің тірі организмдер өмір сүріп, тіршілік етуіне барынша ыңғайлы қоршаған орта факторларының жиынтығы болып табылады. Ал ендеше балалар, жаңа сабаққа байланысты бейне материалды көріп шығыңыздар. Экожүйе дегеніміз қоршаған ортасымен өзара әрекеттесетін тірі ағзалар бірлестігі. Экожүйелердің көлемдері әртүрлі, кішкентай тоғаннан үлкен орманға дейін. Әлемді кең масштабта өсімдіктер мен климат арқылы сипатталатын ірі экожүйелер биомдарға бөліп қарастыруға болады. Негізгі биомдарға ылғалды тропикалық ормандар, саванна, шөл, тундра, жапырақты ормандар, қылқан жапырақты ормандар жатады. Әрбір биомда тіршілік ететін түрлердің сан түрлі болуы биоалуандылық деп аталады. Барлық экожүйелердің ортақ ерекшелігі тірі ағзалар түгелдей қоршаған ортамен өзара тәуелділікте болады. Абиотикалық факторлар деп экожүйенің жансыз компоненттерін, мысалы климат және топырақты айтамыз. Биотикалық факторлар деп керісінше жанды компоненттерді атаймыз, және олар экожүйедегі барлық тірі ағзаларды қамтиды. Экожүйенің абиотикалық және биотикалық факторлары өзара тұрақты әрекеттеседі. Жауын-шашын өсімдік жамылғысының өсуіне ықпал етеді. Өсімдіктер күн сәулесін жұтады және жауын-шашынға әсер ете алады. Шөп қоректілер өсімдіктермен қоректенеді.
Жыртқыштар басқа жануарларды қорек етеді. Саңырауқұлақтар секілді редуценттер қоректік заттарды топыраққа қайта өңдейді. Белгілі бір экожүйедегі ағзаның рөлі және оның тұтынатын азығы экологиялық қуыс деп аталады. Мәселен, мына ламинария экожүйесінде теңіз алабұғасы мен періште балық әртүрлі экологиялық қуысқа ие. Теңіз алабұғасы ламинариямен қоректенсе, періште балық ай балықтағы паразиттерді азық етеді. Осылайша олар ресурс үшін өзара таласпайды. Орнықты экожүйеде барлығы тұрақты негізде қатар өмір сүреді. Әрбір экологиялық қуыс өз қоршаған ортасы мен өзге ағзалар тобы арқылы толтырылып, бақылауда болады. Бұл жердегі тіршіліктің мінсіз тепе-теңдігін сақтайды. Балалар, жаңа сабаққа байланысты ақпаратты көріп болсаңыздар, бірінші тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма экожүйе терминіне анықтама беріңіздер. Дескриптор экожүйе терминінің анықтамасын біледі. Екінші тапсырма берілген суретте экожүйенің компоненттерін анықтаңыздар. Дескриптор экожүйенің компоненттерін ажыратады. Үшінші тапсырма көл экожүйесінің биоценоз және биотоп құрылымын жазыңыздар. Дескриптор көл экожүйесінің биоценоз және биотоп құрылымын анықтайды. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе кері байланыс жібереміз. Яғни, бүгін мен білдім, мен үйрендім, менің қолымнан келеді, қиындық тудырды. Сөз тіркестерін пайдалана отырып, бүгінгі сабаққа кері байланыс жазып жіберіңіздер. Үйге тапсырма. Суретте сіздерге берілген суреттерді пайдалана отырып, продуцент, консумент, редуцентті анықтап жазыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.